Мамандығым қаржыгер, қаржы саласының маманымын. Осы уақытта бухгалтерия, салық саласында қызмет етем. Бүгінгі біздің бағдарламада айтылатын тақырыбымыз төтенше жағдай кезінде мемлекет бизнесқа қандай көмек көрсетті, соларды рет-ретімен жіктеп өтсем. Ең бірінші қадам ЕЦК-ны қашықтықтан алу мүмкіндігі пайда болды. ЕЦК дегеніміз электронды цифрлық қолтаңба, болмаса орысша ЕЦП деп халық арасында көп айтады. Бұғанға дейін жеке тұлғалар және жеке кәсіпкерлер алатын болып, жаңа қашықтықтан алу мүмкіндігі болған. Соңғы өзгерістерге байланысты жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестерде қашықтықтан электронды цифрлы қолтаңбаны ала алатын болды. Ол үшін сіздерге не керек? Оны алу үшін. Ол үшін сіздерге интернет желісіне қосылған компьютеріңіз болса, не болмаса ноутбугіңіз болу керек. Компьютеріңізде, ноутбугіңізде камера орнатылған болу керек. Веб-камера дейді, камера орнатылған болу керек. Сіз егерде жеке кәсіпкер болатын болсаңыз, жеке басыңызды куәландыратын құжатыңыз, яғни удостоверение личности. Ал егерде сіз ТО-ға кілт алғыңыз келетін болса, онда ол кілтті әлгі ТО-ның жетекшісі, яғни руководитель, директор ала алады. Ол үшін сол директордың өзі болу керек. Және директордың жеке басын куәландыратын құжаты бар болу керек. Бірден айта кетем, бұл қызметті сіздер тек қана күндізгі сағат 9 бен кешкі сағат 8 аралығында ғана ала аласыздар. Камера болу керек, өйткені сіздер қызметті алу барысында жаңағы мемлекеттік қызметкерлер камера арқылы сіздің нақты сол өзіңіз туралы ақпаратты беріп отырған адам екендігіне көздері жету үшін сізді камера арқылы көру керек болады. Сондықтан ноутбугіңіз болса, ол жерде негізі камера өзі орнатылған болады. Ал дербес компьютерлерде, жаңағы стационарный компьютерлерде негізінде камера болмайды, оған қосымша ретінде камера алып, орнатып, сол арқылы қашықтықтан ЕЦП кілтін ала аласыздар. Келесі. Статистика отчет деп айтылатын отчеттар бар. Сол отчеттарды тапсыру мерзіміне байланысты мемлекет қандай да бір егерде сіз мерзімін кешіктіріп алсаңыз, мемлекет тарапынан ешқандай сіздерге осы төтенше жағдай кезінде шара қолданбайтын болды. Яғни, үлгерсеңіз уақытында тапсырып үлгердіңіз, үлгермей қалсаңыз, қорқынышты еш нәрсе жоқ, артынан тапсырсаңыз болады. Келесі, жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің шоттарын бұғаттауды уақытша күшін жойды. Келесі, тағы бір айта кететін ақпарат, 1 сәуірден бастап айлық есептік көрсеткіштің мөлшерлемесі өзгерді. Естеріңізде болатын болса, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір айлық есептік көрсеткіш 2651 теңге болған. Ал енді 1 сәуірден бастап бұл айлық есептік көрсеткіштің мөлшерлемесі 2778 теңгеге ұлғайды. Шамамен 100 теңгенің көлемінде өсті. Енді қаулыларға келсек, қандай қаулылар қабылданды осы төтенше жағдай кезінде. Ең бірінші қаулы 20 наурыз күні қабылданды, осы төтенше жағдайға байланысты. Яғни кейбір салық түрлеріне, кейбір салық төлеушілердің категорияларына байланысты салық ставкасы 0-ге өзгерді. Қандай категориядағы салық төлеушілер және нақты қай салық екендігіне тоқтап өтетін болсақ. Бірінші, ірі сауда орындары бойынша жаңағы кәсіп жүргізетін жеке және заңды тұлғалар, яғни ірі сауда орындары дегеніміз көлемі 2000 шаршы метрден жоғары қызмет ететін жеке және заңды тұлғалар мүлікке салынатын салықты 2020 жылға байланысты төлемейтін болады. Яғни мүлік салығынан босады. Екінші, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің ауыл шаруашылығына байланысты жер салығына байланысты ставка 0-ге өзгерді. Яғни жер салығын бұрын төлейтін, яғни ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін жаңағы бизнес субъектілері ауыл шаруашылығына байланысты
жерлерге салынатын салықты енді 2020 жылға байланысты төлемейтін болады. Өйткені салық ставкасы 0%-ға тең. Және ең бір маңызды тұсы бұл қаулының. Бұл жалпыға бірдей режимде жұмыс жасайтын жеке кәсіпкерлер, яғни индивидуальный ИПшниктар, общеустановленный режиммен жұмыс істейтін ИПшниктар өздерінің жеке табыс салығын осы 2020 жылға байланысты төлемейтін болады. Бұл азаматтарға да салық ставкасы 0. Яғни бұл төтенше жағдайға дейін салық ставкасы 10% болатын. Яғни бір жыл бойы жаңағы жеке кәсіпкердің тапқан таза пайдасынан 10% мемлекетке салық төлейтін болған жеке кәсіпкерлер. Енді бұл жеке кәсіпкерлер мемлекетке ешқандай салық төлемейді, өйткені салық ставкасы 0-ге тең болып отыр. Және осы 126 қаулыдағы келесі бір елең еткізетін тұс, ол жаңағы ірі сауда орындары бойынша жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға жаңағы олар кімдер? Жаңа торгово-развлекательный центрлар, кинозалдар, театрлар, көрмелер, дене шынықтыру және спорттық ғимараттар. Және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер барлық салықтары бойынша салық төлеу мерзімін 15 тамызға дейін шегерді. Яғни басқа категориядағы салық төлеушілерге 1 маусымға дейін шегерсе, ал нақты мына жаңағы мен айтып өткен субъектілер 15 тамызға дейін бұл азаматтарға жаңағы ешқандай өсімпұл салынбайды, ешқандай пеня төленбейді, салық төлеу мерзімін 15 тамызға дейін бірақ шегерді. Бірақ енді өзімнің тарапымнан айтып өтетін бір мәселе бұл жерде. Егер де салық төлей алатын мүмкіншілік болса, ертерек төлеп тастаған әрине жақсы, өйткені қалай дегенменде бұл салықтан босады деген сөз емес, салық төлеу мерзімін шегерді деген сөз. Яғни сіздер бұрын мысалы мамыр айында, маусым айында, шілде айында төлейтін салықтарыңыздың барлығын төлемей 15 тамызға дейін бірақ төлеп тастасаңыз болады. Бірақ енді ол бәрі суммалардың бәрі жиналады да, бір үлкен сумманы құрайды ғой. Сондықтан қаншалықты сізге бұл көмектің қаншалықты сізге тиімді, тиімсіз екенін өздеріңіз анықтап жатасыздар. Бірақ негізі мемлекет тарапынан істелінген бір келесі бір қадам осы. Одан кейін осы жаңағы мен айтып өткен санаттағы салық төлеушілер салықтық есепті тапсыруға байланысты мерзімді 2020 жылдың 3-ші тоқсанына бірақ 3-ші тоқсанда тапсырса болады. 3-ші тоқсаны дегеніміз ол 1-ші шілдеден 30-ші қыркүйекке дейінгі аралықты 3-ші тоқсан. Яғни 30-ші қыркүйекке дейін салықтық есептерді сол уақытқа шейін тапсырсаңыздар болады. Тағы да айта кетем, егер де тапсыратын мүмкіншіліктеріңіз бар болатын болса, қымбатты бухгалтерлар, жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар, тапсыратын мүмкіншіліктеріңіз болатын болса, ертерек тапсырып тастаңыздар, өйткені барлығын оны созып, 3-ші тоқсанға шейін созғанмен бәрібір түбінде тапсыру керек боласыздар. Сондықтан ол кезде ол 3-ші тоқсанның өзінің есептік жаңағы тапсыратын есептік нелері бар, салықтық есептері бар, соның бәрі жиналып, үлкен бір жүкке айналып кетпес үшін шамаларыңыз келсе, мысалы сол уақытқа шейін арасында уақыт тауып тапсырып тастаңыздар. Бір қаулы, ол 27 наурыз күні қабылданды. Қаулының нөмірі 141-ші қаулы деп. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасын жаңағы шектеп бір белгілі бір көлемде ұстап отыру үшін мемлекет кейбір азық-түлік түрлеріне қосылған құн салығының ставкасын 12%-дан 8%-ға түсірді. Яғни белгілі бір әлеуметтік маңызы бар тауарлар деп аталатын тауарлар тізімі бар. Ол тауарлардың тізім саны барлығы 19. Ол қай жерде жазылған дейтін болсаңыздар, бұл тауарлардың тізімі Қазақстан Республикасының өкіметінің 2010 жылғы 1 наурыздағы 145-ші қаулысында бекітілген. Қосылған құн салығын 8%-ға түсіріп сатсаңыздар болады. Сол кезде сіздер
яғни мемлекетке аз көлемде салық төлейтін боласыз. Енді ол үшін сіз электронды счет фактура жазған кезде әлгі айтылған товарларға ставкасын 8%-ға өзгертесіз. Және егерде сіз қолма-қол ақшамен сататын болатын болсаңыз, онда бақылау кассалық аппаратында да осы тауарларға байланысты қосылған құн пайызын 8%-ға өзгерту керексіз. Оны қалай өзгертемін десеңіздер, оны өзіңізге қызмет көрсететін техникалық қызмет көрсету орталықтарына, ЦТО дейді, Центры технического обслуживания, соған азаматтарға жүгінсеңіздер, сол азаматтар сіздің кассалық аппараттарыңыздағы пайыз мөлшерлемесін, яғни осы санаттағы товарлар бойынша түсіріп беретін болады 8%-ға. Келесі бір тұсы, 2020 жылға туризм, қоғамдық тамақтандыру және қонақ үй қызметтері саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланатын салық салу объектілері бойынша заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық мөлшерлемесіне 0 коэффициенті белгіленсін. Яғни, жаңағы қонақ үйлер, қоғамдық тамақтандыру саласындағы объектілері бар, жаңағы ғимараттары бар бизнес субъектілері сол ғимаратқа байланысты төленетін мүлік салығын 2020 жылға байланысты төлемейтін болады. Өйткені коэффициенті 0-ге тең болды. Ары қарай, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексіне сәйкес микро және шағын орта кәсіпкерлік субъектілері санатына жатқызылған салық төлеушілер үшін барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер бойынша төлеу мерзімін 2020 жылғы 1 маусымға дейін ұзарту берілсін. Яғни, төтенше жағдай кезінде басқа барлық салық төлеушілер өздерінің салық бойынша міндеттемелер, яғни бұл жерде қандай салықтар? Жалақы қорынан төленетін жаңағы жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударылатын аударымдар бойынша міндеттемелерін 1 маусымға дейін төлемеулеріне болады. Төлемеу, яғни жинап барлығын 1 маусымда бірақ төлесе, 1 маусымға дейін төлеуге болады. Енді өзімнің тарапынан айта кетейін, бұл қаншалықты бизнесқа көрсетілген қолдау болмаса көмек екеніне мен шынымды айтсам түсінбедім. Өйткені бәрібір сіздерді салықтан босатқан жоқ, просто салық төлеу мерзімін ұзартты. Бұрын сіз 25 мамырға дейін, 25 сәуірге дейін төлейтін салықтардың барлығын ешқайсысын төлемей, бірақ 1 маусымға дейін төлейсіз, яғни 1 июньге шейін төлеу керек боласыз. Келесі, тәуекел дәрежесі жоғарғы салық төлеушілерді қоспағанда салық және кеден берешегін, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер бойынша берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын және мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауға қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану 2020 жылғы 1 маусымға дейін тоқтатыла тұрсын. Яғни сіз осы аралықта салықты төлемесеңіз, белгілі мемлекетке төлейтін бір міндеттемелерді уақытында төлемесеңіз, тапсырылатын отчетты тапсырмасаңыз, мемлекет сізге ешқандай мәжбүрлеу шарасын жаңағы қолданбайтын болады. Келесі тағы бір жеңілдік, қайтадан сол тәуекел дәрежесі жоғарғы салық төлеушілерді қоспағанда төтенше жағдай кезеңінде хабарламаны орындау мерзімдері 2020 жылғы 1 маусымға дейін ұзартылсын. Яғни налоговое уведомление, салық төлеуші кабинетіне келіп түскен уведомлениелерге сіз 1 маусым, яғни сол уақыт 1 маусымға дейін жауап қайтару керек болғасыз. Бірақ жауап белгілі себептермен жауап қайтара алмай қалсаңыз, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Мемлекет 1 маусымға дейін мерзімін ұзартты. Яғни сізге ешқандай бір мемлекет тарапынан бір іс-шара қолданбайтын болады. Сондықтан асықпай 1 маусымға дейін жауап берсеңіз болады деген сөз. Тағы бір мемлекеттің ұсынып отырған көмегі десек те болады. Жаңа кіріс органдары, салық органдары тарапынан жүргізілетін тексеру
тоқтатылсын деді. Яғни мемлекет органдарындағылар сіздерді келіп тексеріп, сіздерге бір белгілі бір нелер қолданбайды. Сіздің тарапыңызға ешқандай бір шектеу, тексеріс тағайындалмайтын болады. Осы төртінші қаулы ол 20 сәуірде осыдан бір 15-17 күн бұрын қабылданды. Қаулының нөмірі 224. Бұл қаулыда негізі бұл қаулыны көптеген біздің кәсіпкерлер күткен болатын. Мемлекет нақты қандай көмек көрсетеді екен деп. Жаңа алдындағы айтқан көмектердің барлығы қаншалықты бір керемет көмек екеніне мен аса көп жаңағы өзім нем жоқ енді. Өйткені ол салықтың уақытын шегергенмен бәрібір соны салық төлеу керексіз. Бізге керегі нақты салықтан босату керек болатын. Осыны барлық бизнес субъектілері күткен болатын, бірақ мемлекет келесі қаулысын қабылдады. Мемлекет айтты, кім осы төтенше жағдай кезінде ең көп зардап шекті, соларды мемлекет салықтан босатады деді. Яғни мемлекет аумағындағы барлық бизнес субъектілер емес, нақты бір қызмет түрімен айналысатын субъектілер ғана өте қатты зардап шекті мемлекеттің көзқарасы бойынша. Яғни осы бизнес субъектілері ғана жалақыдан төленетін салықтан босайтын болды. Мен қай мерзімге босайды бұл азаматтар? Бұл азаматтар төлеу мерзімі 1 сәуір мен 1 қазан аралығына түскен салықтар дейді. Ол наурыз айының налогын сәуір айының 25-шін төлеу керек болатынбыз. Яғни наурыз айынан бастап қазан айының 1-не дейін дегеніміз, ол қазан айының 1-не дейін біз тамыз айының салығын төлеу керекпіз. Яғни осы наурыз бен тамыз айларының салықтарын, ал нақты қандай салықтар десек, ол жалақыдан төленетін салықтар. Жаңағы жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, әлеуметтік зейнетақы қорына аударымдар, әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдарды төлемесе болады. Кімдер? Мен солардың барлығына емес, бір шамасын айтып өтсем, барлығы оның шағын және орта бизнес үшін 29 түрлі қызмет түрі, ал ірі кәсіпорындар үшін ол 10 түрлі қызмет түрі жатады екен. Бірақ мен құрметті көрермендер, бұл айтып отырған жаңағы өзгешеліктер, айтып отырған ақпарат осы бүгінгі таңдағы актуалды ақпарат. Болашақта мемлекет қандай да бір өзгерістер енгізуі әбден мүмкін. Өйткені үкімет бір белгілі бір жағдайға тірелген кезде сол уақытта жаңадан қаулы шығарып өзгерістер енгізіп отырады. Өйткені мен осы уақытқа шейін байқасаңыздар 3-4 қаулыны айтып өттім. Яғни бірінші қаулы шықты, одан кейін ол қаулыға толықтырылып екінші қаулы шығады, үшінші қаулы шықты. Яғни осы уақытқа шейінгі қабылданған қаулылар соңғысы 20 сәуір күні шықты. Болашақта тағы да бір қаулылар шығып, тағы да біршама санаттағы салық төлеушілер салықтан босап қалуы әбден мүмкін. Бірақ әзірше салықтан босағандардың аясы өте аз. Енді мен сізге қаулының нөмірін жаңа айтып өттім. Қаулының нөмірі 224, шыққан мерзімі 20 сәуір. Бұл қаулыны интернеттен тауып, міндетті түрде өздеріңіз танысып шығыңыздар. Өйткені сіздің ОКЭД, яғни сіздің көрсететін қызмет осы неге кіре ме қаулыға, кірмей ме екен, соны бір қарап шығасыз. Егер де осы санатқа кіретін болатын болса, онда сіз наурыздан бастап тамыз айына дейінгі жалақыдан төленетін салықтардың барлығынан босайтын боласыз. Яғни сіз ол салықтарды төлемейсіз. Мен қазір бір шамасын айтып өтсем. Нақты қандай жаңағы, 29 дедім, барлығын ежіктеп оқып отырмай ақ қойын, артынан өздеріңіз оқып шығасыздар. Бірақ мен өзім жаңағы дұрыс деп өзімнің көңілімнен шыққан жаңағы нелер, олар мысалы былай дейді.
кино фильмді көрсету жөніндегі қызмет, яғни мына кинотеатрлардың қызметінде жататын қызметтер. Кинотеатрлар бүкіл табыс салығынан төленетін салық, яғни өздерінің мына жұмысшыларының табысынан төлейтін салықтың барлығынан босады. Өйткені енді кинотеатрларға адамдар бармай қалды ғой, кәсіптер жүрмей қалды, оны төлей алмайды. Одан кейін мысалы менің көңілімнен шыққан туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі. Өздеріңіз түсінесіздер, туризм деген ол адамдар емін еркін жүріп жатқан уақытта туризм қызметі дамиды. Мынандай карантин уақытында елдің бір үйде қамалып отырған кезде қандай туристік қызмет туралы айтуға болады. Яғни бұл азаматтар да салықтан босайтын болды. Фитнес клубтарының қызметі, мысалы фитнес клубтарына ешкім фитнесқа бармай қалды. Сондықтан бұл жерде шаштараз және сұлулық салондарының қызметін көрсету дейді. Яғни мен сіздерге бір шамасын айтып өттім, осы сияқты. Бірақ қайталап айтамын, осы қаулын тауып, ішіне кіріп, барлық қызмет түрімен танысып шығыңыздар. Сіз бұл қызмет түріне жатасыз ба, жатпайсыз ба, өздеріңіз бір қарап шықсаңыздар, нұр үстінен нұр болады. Және осы қаулыдағы ең үлкен бір күткен тұсымыз ол 2019 жылғы міндеттемелер бойынша салық есептілігі нысандарын тапсыру мерзімі 2020 жылдың 31 наурызынан 2020 жылдың 31 мамырына ауыстырылсын деген. Ол қандай? Ол бізде 100-ші форма, 110-ші, 150-ші, 220-ші, 230-ші, 240-ші, 700-ші формалар бойынша мына 2019 жылға байланысты тапсырылу керек формаларды біз 31 наурызға шейін тапсыру керек болғанбыз. Енді одан кейін оны басында 30 сәуірге шейін ұзартты. Енді мына соңғы қаулысында 30 сәуір емес, 31 мамырға дейін мерзімін ұзартты. Негізгі өзгерістер осы бүгінгі таңдағы осы. Құрметті көрермендер, тағы да айта кетем, бұл өзгерістердің барлығы осы біздегі бүгінгі таңдағы мемлекеттің қабылдаған өзгерістері. Болашақта тағы да өзгерістер болып жатар, бірақ оны біз болашақта келесі бағдарламаларымызда сіздерге міндетті түрде айтатын боламыз. Сонымен бұл жаңағы ненің бәрі сақталады, бұл запись. Сіздерден өтінетінім, сіздерде салыққа байланысты, бухгалтерлік есепке байланысты қандай да бір тақырып қызықтыратын болатын болса, сіздер міндетті түрде пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Келесі бағдарламаларда сол сіздерді қызықтыратын тақырыпқа міндетті түрде оралып, сол тақырыптарды егжей-тегжейлі сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Тағы да қайталап айтамын, есімім Аманжол. Менің Инстаграмда, Ютубта каналдарым бар. Сол каналдарда да сіздер менен ақпарат алып отырсаңыздар болады. Келесі бағдарламада жолыққанша сау, саламат болыңыздар.